Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Сіздердің алдарыңызда Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Құрмансейітова Рауан Мұратқызы. Бүгінгі мен сіздерге ұсынғалы отырған тақырыбым қазақ тілі және әдебиеті пәні бойынша саяхат бөлімін қамтиды. Тақырыбы саяхатқа дайындалу деп аталады. Бұл 5-ші бөлім оқушылардың 2-ші тоқсанда алған білімдеріне негізделіп құрылған. Оқушылар әртүрлі әдеби емес мәтіндерді оқып жаза білуі тиіс, сондай-ақ жаңа сөздерді үйренуді жалғастырады. Бұл бөлім саяхаттау және ұшақпен ұшу тақырыптарын қамтамасыз етеді. Бөлім барысында заттың атын, қимылын білдіретін сөздер туралы білімдер пысықталып, оқушылардың сауаттылығын арттыруға, көркем жазу, түсініп, тұтас оқу дағдыларын қалыптастыруға және сөйлеу мәдениетін дамытуға көңіл бөлінеді. Мұғалім тақырыпқа байланысты әңгіме, өлең, оқушылардың қатысуына да мүмкіндік туғызады. Оқушылардың өлең жаттап, оларды мәнерлеп оқуға деген қызығушылығын арттыруға жетелейді. Бұл бөлімде өмір қауіпсіздігін сақтау және практикалық іс-әрекеттерге қажетті құралдарды қолдану ережелеріне де көңіл бөлінеді. Бөлім саяхаттау, ұшу көліктері және ұшу жайында әңгіме оқумен басталады. Ұшу және ұшу көліктері жайында әңгімелер жинағын жасайды. Оларды сыныптың оқу бұрышына қойып, оқушыларға бос уақытында оқуға мүмкіндік жасалынады. Оқушылар сызба, плакат жасап, бөлім соңында саяхаттары жайында күнделіктер жүргізе бастайды. Сондай-ақ әңгімелерді салыстырып, ұнатқандарын таңдайды. Олар суреттің және сахналық қойылымның көмегімен әлемді тану үшін ұшу көліктерін өз қолдарымен жасауға тырысады. Соның бірі алдыңғы сабақта әуе көлігі туралы түсінік алып, білімдерін кеңейткен болатын. Яғни балалар әуе шарын жасап, әуе шарының қысқаша тарихымен және түрімен танысып, олардың ауа райын бақылау үшін, спорттық жарыстар үшін, сондай-ақ табиғатты тамашалап, саяхаттау үшін қажет екенін білді. Сондай-ақ ғылыми түрде әуе шарының аэростат деп аталатынын да түсінді. Сіздерді оқушылардың әуе шарымен саяхатқа қалай шыққанын тамашалауға шақырамын. Бұл жерде әр топ оқушылары өз әуе шарларын жарнамалайды және өз тілектерін жазып, саяхатқа шығады. Бұл кезеңді сіздер бірінші бейнетаспадан көре аласыздар. Әуе шары өте әдемі оғымен жарысуға және саяхатқа шығу болады. Жасмин, сен біздің әуе шарыге сөздерді қосшы. Жарайды, мен қосайын. Біздің әуе шарымыз сондай әдемі, қымбат тұрмайды. Келісесіздер ме? Біздің әуе шарымызға отыруға болады ма? Иә, әрине. Біздің әуе шарымызға отыруға сендерді шақырамыз. Керемет! Арманы бар бір ғана, талабы зор баламын. Шынығумен шыңдала, тез-ақ өсіп толамын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Мен ғарышкер боламын. Керемет! Арманы бар бір ғана, талабы зор баламын. Шынығумен шыңдала, тез-ақ өсіп толамын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Мен ғарышкер боламын. Керемет! Арманы бар бір ғана, талабы зор баламын. Шынығумен шыңдала, тез-ақ өсіп толамын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Мен ғарышкер боламын. Өткен сабақтағы біздің жүргізген іс-әрекеттеріміздің бірі осындай болатын. Бүгінгі сабақта осы іс-әрекетті біз одан ары жалғастыруға тырысамыз. Сонымен бүгінгі тақырыпқа тоқталайын. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаты бұл тыңдалым айтылым дағдысы бойынша балалар орынды сөздік қорды қолданып, өз идеялары мен сезімдерін бейтаныс жағдаяттарға түсіндіре алады.
жазылым дағдысы бойынша берілген тақырыпқа мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құрастырып жазады. Бүгінгі сабақта мен жоспарлап отырғаным бұл мақсатқа сәйкес хат жазу үлгісін көре аласыздар. Келесі тілдік мақсаттар: тілді үйрену үшін оқушыларды мәжбүрлемей ынталандыру қажет. Қазақ тілінде қарым-қатынас жасауды дамыту үшін алдымен тіл үйренуге арналған тілдік орта құру өте маңызды. Барынша осы тілдік орта мазмұнды болса, балалардың есте сақтауына, ойлануына, сөйлеу белсенділіктерін дамытуға қолдау болады. Тілдік ортаға енгізу әдісінің бастапқы кілті ауызекі сөйлеу тілін дамыту. Жаңадан тіл үйренуші оқушылардың қалыптасып келе жатқан сөздік қорын молайту, қарапайым ұйқастар, санамақ, өлең, ертегі, ойындар мен сахналық қойылымдар белсенді оқу әдістері арқылы тек қазақ тілінде жүзеге асады. Бүгінгі сабақта оқушылар тақырып желісі бойынша әңгімелеу, диалог құру, сахналау барысында саяхат тақырыбына байланысты сөздік қорлары молайып, осы сөздерді қолдана бастайды. Сондай-ақ туған жерге деген, балалардың бойында туған жерге деген сүйіспеншілік пен құрмет сезімдері қалыптасады, достық туралы түсінік алады, саяхат барысында Қазақстан қалаларымен танысады, табиғатты қорғау керектігін түсінеді, сондай-ақ ұйымшыл және ұқыпты болуға дағдыланады. Бұл сабақ барысында әлем тану, ғылымға кіріспе, өнер пәндерімен байланыс жүзеге асады. Сабақта жоспарланған іс-әрекет бұл әдеттегідей көңілді шеңбер, өздік жұмыс, диалог құру, рөлдік ойын, қалыптастырушы бағалау және рефлексия жүзеге асады. Дифференциациялық тапсырмалар бұл лексикалық сөздік қоры мол оқушылар өз тобындағы қабілетті төменде оқушыларға өз ойын жеткізуге көмектесіп отырады. Сабақтың жоспарланған кезеңі кіріспе бөлімге 10 минут, негізгі бөлімге 27 минут, қорытынды бөлімге 3 минут уақыт беріліп отыр. Ал бағалау үшін қойылған жетістік критерийі бұл сөздерді дұрыс әрі орынды қолдана алады және әртүрлі жағдайда өз пікірін білдіре алады. Берілген тақырыпқа мұғалімнің көмегімен шағын мәтін құрастырып жаза алады. Егер де осы қойылған жетістікке жетсе, жетті немесе талпынды деген тұжырыммен бүгінгі сабақта балалардың білімі бағаланады. Мінекей осындай бағытпен өткізілген сабақ барысын сіздер бейне жазбадан көре аласыздар. Екінші бейне таспаны тамашалаңыздар. Biz qay yerdamiz? Ballar, Ballar kelishadi. Salim do'stlar, salim. Senlar qaydan kelding? Sayohatdan keldik. Nima kelding? Biz ushaqdan keldik. Qaydan keldingiz? Biz Tadıqorg'on qalasidan keldik. Tadıqorg'on qalasida Nazarboyev maktabida o'qiymiz. Ikkinchi 5 yilda o'qiymiz. Mening atim Tagir. Mening atim Adil. Mening atim Badriya. Mening atim Stas. Mening atim Asana. Mening atim Alima. Mening atim Abdurrahman. Mening atim Adili. Sendер Астана қаласына келдіңдер. Қош келдіңдер. Дос болайық.
мінекей оқушылар саяхат барысында неге, кімге кез болуымыз мүмкін деген сұрақтарға өз ойларын айтып, әр топ шу көлігімен саяхаттау тақырыбында сахналық көрініс жасап дайындалған болатын. Сабақ ойлау қабілетін ынталандыратын сұрақ қоюдан басталды. Біз қайдамыз, қаладамыз ба, ауылдамыз ба, бұл қандай жер екен, бұл жерге дыбыстар естісек, бұл ненің дыбысы болуы мүмкін, иіскесек ше, бұл ненің иісі болуы мүмкін, жерге қонғанда кімдермен кездесуіміз мүмкін, не көруіміз мүмкін деген жетекші сұрақтарға балалардың дайындаған қойылымын көрдіңіздер. Сонымен қатар оқушылардың денсаулығын нығайту мақсатында бұл ойын осындай сергіту сәтімен жалғасады. Бүгінгі сабақта алға қойған мақсатымның бірі ол оқушылардың жазылым дағдыларын дамыту болып табылады. Сол үшін де бағытталған жазуды дұрыс қолдана отырып, әсерлі сөздерді таңдау арқылы тыныс белгісін дұрыс қолданып, күрделі сөйлем құруға машықтандыру үшін хат жазу ұсынылады. Жазу қабілеті жоғарылау оқушыларға мекен және кейіпкерді сипаттай отырып, толық мағыналы сөйлем жазу керектігі айтылады. Енді кімге хат жазуды талқылаймыз? Әрине сабағымыздың саяхат контекстінде өтіп жатқандықтан, алдыңғы сабақта қиялымыздағы шу көліктермен Қазақстан қалаларына саяхаттаған болатынбыз. Оқушыларға Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне саяхаттау ұсынылады. Ол үшін қаламен танысу шаралары жүзеге асады. Оқушылар картадан Көкшетау қаласының орнын анықтап білді. Көкшетаудың керемет табиғаттарын сурет арқылы, видеолар арқылы тамашалай бастаған болатын. Келесі кезекте Көкшетау қаласындағы, мінекей мына суретте осы Көкшетау қаласына саяхатқа барғанда осындай тамаша жерлерді көруіміз мүмкін деген кезеңдер көрсетіліп отыр. Және де балалар өздері сияқты Көкшетау қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінде де 2-ші сынып оқушылары бар екенін білді. Енді осы келесі кезекте Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің өздері секілді 2-ші сынып оқушыларына біздің балалар қандай хат жазды, сол туралы бейнетаспаны тамашалауларыңызға болады. Қалың қалай? Сенің аты кім? Менің атым Валерия. Мен Талдықорған қаласында тұрамын. Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын, 2-ші B сынып. Сау бол, хат жаз. Сәлем хат. Кел дос болайық, ауырма. Менің атым Алима. Қалың қалай, атың кім? Мен інісімнің Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын. Сен 5-ке оқисың ба? Сау бол дос. Сәлем хат. Сәлем достым. Сенің атың кім? Менің атым Тамирис. Қалың қалай, кел дос болайық. Мен өте жақсы оқимын. Менің достарым өте көп. Мына мекен жайға хат жаз. Талдықорған қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын. Сау бол досым. Асанәлі оқимын. Сәлем достым, менің атым Асанәлі. Кел дос болайық. Сенің атың кім? Мен Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын. Мына мекен жайға хат жаз. Талдықорған қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі. Аманбек Асанәлі 2-ші сынып. Сау бол достым. Жақсы, өте жақсы. Жасминді тыңдайық. Сәлем хат. Сәлем достым, менің атым Жасмин. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын, 2-ші B сыныпта. Ол Талдықорған қаласында орналасқан. Сенің атың кім? Сенімен достасқым келеді. Сау бол досым. Менің мекен жайым Талдықорған қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі. Өте жақсы. Сәлем достым, менің атым Алтайыр. Саған біздің қаланы ұнайды ма? Мен Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын. Ал сен қай мектепте оқисың? Менің қалым жақсы. Сау бол. Оқушылардың оқылым және жазылым дағдылары осындай іс-әрекет барысында тексерілді. Енді жазған хатымызды хат қалтаға сала бастаймыз. Ол үшін оқушыларға алдарыңызда көріп отырғандай хат қалтаны толтыру үлгісі көрсетіледі. Яғни жоғарғы жаққа кімге деген сұраққа балалар Көкшетау қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі 2-ші сынып оқушыларына деп әдемілеп тазалап жазуға тырысады. Төменгі жағында кімнен деген жерге Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі Пак Станиславтан деген үлгіде өз аты жөндерін жазады. Бұл жұмысты балалардың хат толтыру және хат қалтаға салу жұмысын келесі видео таспадан көре аласыздар.
Бірінші желімдейміз, екі жағынан желімдейміз балалар. Одан кейін жазған хатымызды осы хат қалтаның ішіне суретпен қоса саламыз. Суретті де саламыз. İçine salamız da. Hat қалтаның ішіне саламыз балалар суретті. Хатты былай бөкеймізге, хат қалтаның ішіне саламыз. Иә, хатымызды бүктейміз, әйтпесе хат қалтаға сыймайды. Валерия хатымызды бүктей қойып, бүктейді. Иә, енді хат қалтаға сала қойып. Енді сыяды, иә? Өте жақсы. Тамаша. Өте жақсы. Жақсы да. Әрине, жазылған хатты қаламыздағы Қазпошта бөліміне апарып, Көкшетау қаласындағы 2-ші сынып оқушыларына жеткізуді тапсырамыз. Бұл осы кезеңге балалардың хат жазуы және оны хат қалтаға салып үйренуі балалардың қызығушылығын тудыра білді. Сабақтың рефлексиялық кезеңі саяхат тақырыбы барысында алған оқушылардың білімі, білім-білік дағдысы, ойда сақтау қабілетін тексеруге бағытталады. Ол мынандай ойын түрінде жүзеге асады. Оқу үрдісінде біз қарапайым сөздерден бастап сөйлемдерді қайталату әдісін қолданамыз. Мұндай әдіс оқушыларды қазақ тілдік ортасына енгізіп, олардың есту және сөзді дұрыс айту дағдыларын қалыптастырады. Сонымен бейне жазбаны тамашалаңыздар. Бүгін ауа райы жақсы. Валерия. Бүгін ауа райы тамаша. Тамаша, иә? Қанеки осыны бәріміз қайталайықшы осы сөзді. Далада әппақ қар. Сендер қармен атысып ойнадыңдар ма? Иә. Ойнадыңдар, иә? Қазір онда балалар былай істейік. Қазір біз жазуға кіріспес бұрын қолымызды кішкене демалтып алайық, иә? Ол үшін алдымыздағы қағазды умаждаймыз, қағаздан қағаздаймыз. Менің сигналым бойынша қар атысуды бастаймыз, иә? Қанеки балалар, қар атысып ойнаймыз. Жақсы,
Ал енді маған қараймыз, Сабина. Дайын болса, қанекей, кім бастайды? Мен. Валерия бастай ғой, тыңдаймыз. Жаным серігіне. Менің ойымша ол ай. Келісеміз ба? Я. Қанекей, бәріміз ай деген сөзді қайталайықшы. Тамаша, келесі, Тагир айта ғой. Ғарышқа ұшқан адам кім? Ол, менің ойымша, ол Юрий Гагарин. Дұрыс па, балалар? Я. Келісеміз, жақсы. Адеби оқиды. Ғарышқа ұшатын күні қалай айтылады? Ол зымыран. Қанекей, осы сөз қайталай береміз. Келесі, кімге тапсырма бар деп? Бексұлтан. Қанша планета бар? Менің ойымша 8 планета бар. Келісеміз ба? Я. Келісеміз, ал балалар. Ең кішкентай планета ол не еді? Плутон 9-шы планета, иә? Бірақ ол кішкентай болғандықтан Оны саналады. Ол кері арналады. өте жақсы. Келесі, айта ғой. Ауа қабатын не дейді? Ол атмосфера. Келісеміз ба? Осы сөзді де қайталап есімізге сақтаймыз. Тамаша. Адеби. Ең үлкен жұлдыз не? Менің ойымша, ол күн. Әрине күн. Келісеміз ба? Келісеміз. Ендеше мынандай сөйлемді қайталаймыз. Ең үлкен жұлдыз күн. Қанекей. Есімізге сақтаймыз ба? Тамаша. Келесі. Ғарышқа ұшқан иттерді білесің бе? Иә, мен білемін. Олар лайка, белгі және стрелка иттері. Өте тамаша. Келесі. Тұңғыш қазақ ғарышкері кім? Бұл менің ойымша бұл Тоқтар Әубәкіров. Шын мәнінде де тұңғыш қазақ ғарышкері кім екен? Ендеше мына сөйлемді қайталаймыз. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров. Біздің қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкеріміз. Келісеміз ба? Жақсы балалар. Сендердің жауаптарың маған өте ұнады. Сендерге ойын ұнады ма? Ендеше қар кесегімізді қазір ортаға үйіп қояйық, далаға шыққан кезде тағы да ойнаймыз. Қар кесек жасаймыз, қайтадан қолымызбен алсын. Қарды кесек дейміз. Ортаға жинаймыз. Жақсы, жұмыс орнына жиналамыз. Мінекей сабақтың қорытынды бөлімі осындай үлгіде жүргізілді. Бұл саяхат бөлімі өте қызықты тақырыптарға толы болды. Соның ішінде балалар тақырыптардың көбісін ойын түрінде және әуе көліктерін жасау арқылы практикалық іс-әрекеттер түрінде өткізді. Және де балалардың қызығушылығын тудыра білді осы бөлімдегі тақырыптар. Сонымен, құрметті әріптестер, сіздерге саяхат бөлімі бойынша саяхатқа дайындық тақырыбы осымен аяқталды. Сіздердің уақыт қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Сау болыңыздар.